Акбота және Чукурова Зелень. Biz Kustoyevsen 7. sınıf оқушыларымыз. Biz қазір кішігірім жалпы сіздерге сұрақтар қоямыз. Бірінші сұрақ, және жауап бересіздер. Каспий теңізіне қаншалықты көп барасыздар? Каспий теңізіне теңізге барасыздар ма? Толығырақ кім жауап береді? Каспий теңізі. Каспий теңізде әртүрлі заттар болады. Мысалы, балық болады, ішінде. Балық ойнайтын жерлерде болады. Сосын шомылуға болады, барасыздар ма шомылуға? Аққудың өрді Каспий теңізіне мысалы ата-анасымен барып Мен кішкентай кезімде ата-анаммен бірге бардым. Аққуға тамақты бердім. аққулар саған ұнады ма? Иә. Жалпы Каспий теңізі біз үш түрлі бағытта қарастырдық. Каспий теңізі сырдар мекені, одан кейін Дос теңізі. Сосын және де үшіншісі Каспийдің экологиясы. Неге біз сырға су мекені деп алдық? Сіздерден жоғары ересек адамдардың өмірінде түрлі жағдайлар болады. Сол кезде олар қиналған кезде ішіндегі жан сырын сырларын сол Каспий теңізіне барып айтады да жеңілдеп қалады. Яғни адам баласына айта алмайтын сырларын сол Каспий теңізіне айтып, жандарына бір дауа табады. Мысалы, осы мектепте де мысалы басқа мысалы үйіңіздің қасында көршілес достарыңыз бар, мысалы сіздер бір-бірлеріңізбен мысалы жақсы дос болып аралассаңыздар, мысалы Каспийде 5 мемлекетпен дәл солай тек қана достық қарым-қатынаста емес, туыстық қарым-қатынаста да мысалы араласады. Олар қай мемлекеттер? Мысалы олар Ресей, Түркменстан, Әзірбайжан, Иран. Осы төрт мемлекет. Одан кейін Қазақстан. Иә. Ол дегеніміз Каспий теңізі Қазақстанға ғана тиесілі емес. Каспий теңізінің бір бөлігі Қазақстандікі, бір бөлігі Ресей, Иран, Әзірбайжан және де Түркменстан жеріне тиесілі болады. Олардың мүшесі осы Маңғыстау өңірінің тумасы Темір Мыңжасұлы жаңа айтып кеткеніміздей, ол да Каспий туралы, теңіз туралы қалам тербеген. Мен оның Каспий деген өлең айтып кетсем, біреуге Каспий теңіз, ел қонақтаған жағалай. Мен үшін бірақ білсеңіз, өмірге осы анадай. Саналы бастар бағамдар, теңізбен үндес тірлігім. Сақталса ғана Каспийін, артады сонда бірлігім. Яғни бұл жерде айтып тұрғаны, осы Каспий теңізі арқылы сіздер бір-бірлеріңіз бірлігіңізді сақтай аласыздар. Адам менден жаққа осындай кішкене кәмшат берсек, сіздерге әкелдім. Көзің шарасы, кеткендей боп тұр астасып, аспан мен жердің арасы. Мұнда жоқ кінә кек деген, мұнда жоқ шет пен шек деген, сан бақыт мұнда бүршіктер, сан мұрат мұнда көптеген. Оған жат қайғы қасірет, айтары ерлік өсиет, теңіздің екенін танудан үлкен қасиет. Менің түсінгенім, біз Каспий теңізін қоқыс тастамауымыз керек, және де біз оны ластамауымыз керек, аялауымыз керек. Біз оны ашуландырмауымыз керек. Себебі ол ашуланып тартылып бізде және де су құрғақшылық болады. Жарайсың, иә, дұрыс айтады. Тағы айтатындар бар ма? Түсінгенім, Каспий теңізді аялауымыз керек, таза ұстауымыз керек, және қоқыс, зиянды заттарды жағаға тастамауымыз қажет. Теңізді ашуландырмауымыз қажет. Жарайсың. Жарайсың.
Жақсы. Қысқаша сіздің енді уақытыңызды ең құнды нәрсе уақыт қой. Сол уақытыңызды бізге қиып, осынша балаларыңызды бергеніңіз үшін сізге рахмет ең біріншіден. Сізде жобаға қатысайын деп жатыр екенсіз. Сәттілік біріншіден. Жүлделі орындар берсін. Енді бізде де бастауыш сыныпта болсын, жоғары сыныпта болсын, жалпы экология тақырыптар бар ғой сын сағаттарында. Сол эко сағаттар аясында осы біздің шағын кітапшамызды балаларға насихаттап, алдағы уақытта да ең біріншіден ол туған біздің өміріміз, көшемізде туған ауылымыздан әрі кетсе өмірден басталады ғой, тазалық деген. Сондықтан да осы өмірден шыққан ақындардың осы ішінде өлеңдер жинақталған, соларды сын сағат аясында талдап бірге балаларға насихаттай жүрміз деп сізге осы кітапшамызды сыйға тартқымыз келеді. Көптен көп рахмет. Бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Жақсы